Ташкенттегі қазақтардың тойының екінші бөлімі туралы айтатын боламыз. Әр елдің салты басқа демекші, үлкен той жігіт жақта болса да, күйеулер қыздың үйіне қонаққа келеді екен. Иә, дұрыс естіп тұрсыз, той күні қыздың үйіне келеді. Ал ол жақта жеңгелері барлығы дайындық жасап жатыр. Мен де көйлегімді киіп, орамалымды тағып алып жұмысқа кірісіп кеттім. Столымызды жасап қойып, енді күйеулер қашан келеді деп барлығымыз асыға күтіп жүрміз. Әйтеуір бір уақытта көшеде машинаның сигналдары естілді. Сөйтсе күйеулер келіпті. Күйеулер дегенде күйеуіміз біреу, достарымен бірге келіпті. Бұл жерде осындай салт-дәстүр бар екен. Күйеу келіп қызды өз үйінен өзі алып кетеді. Күйеу жігіт қайсы деп ойлап қалмаңыздар. Сақалы бар біздің күйеу бала болады. Видео мен фотостудиясы бірге келеді. Өйткені қазір үйде фотосессия болады. Барлығын үйге кіргізеді. Күйеу жігіт қыздың қасына қазір кірмейді. Шығатын кезде бірақ кіреді. Ал мына жақта фотосессия уақыты жүріп жатыр. Мына ағамыздың опыты енді мол екен. Қыз болып өзіміз май салмасақ та, бұл ағамыз майысып өзі бір сәтте барлығын қызымызға түсіндіріп тастады. Қызымыз естелік үшін фотоға түсіп болғаннан кейін үйіндегі әке шешесі, бауырлары, туған туысқандары кеп барлығы суретке түсіп алады. Ал мына жақтың ерекше бір атмосферасы өздерінде. Бұл қонақтардың барлығы күйеу жігітпен бірге келгендер. Қазір барлығы гулянкаға, яғни ЗАГСке кетеді. Бұл кісілерге шай тамағын беріп аламыз. Әбден қонақжайлылығымызды көрсетеміз. Сый-құрметпен кішігірім болса да сыйлықтарымызды беріп аламыз. Сөз сөйлеп, тос айтып, бір-біріне жылы лебіздерін білдіріп отырады. Осы уақытта үйімізге имам, яғни молда келіп, жастарымыздың некесін қияды екен. Қыз баласы үйінен некесіз шықпасын деген ниет екен ғой. Күйеу жігіт пен жігіт жолдасты шақырып алып, бір-бір куәгерді алып кіріп, некесін оқып шығады екен. Барлығы үйден улап-шулап шықса, бір кезде күйеу жігіт пен жігіт жолдастың аяқ киімі жоғалып қалды. Қызымыздың сіңілдер екі аяқ киімді бірдей тығып қойған екен. Жігіт жолдастың ақшасы сіңілімізге аздық етті ме, қайта-қайта көбірек берсе деп сұрап қоймады. Жігіт жолдас: қалтаңызда ақшаңызға толтырып жүріңіз. Жігіттер алтын тақпайды ғой, бірақ осы сөзді айтқым кеп тұр. Құлағыңа алтын сырға демекші жігіттер, яғни болашақ күйеу балдар. Осылай болашақта бір жерге барсаңдар, аяқ киімдеріңді өздеріңмен бірге көтеріп кетіңдер, немесе өздерің тығып қойыңдар. Шыққан кезде оңай болады, қалталарың қағылмай. Күйеу жігіт қызымызды үйден алып шығады. Ақ матамызды төсеп, ақ жол деп, бүкіл бауыр туған туысқандары қызымызбен қоштасады. Барлық туған туысқандары қоштасып болғанда, әулетіміздің ең үлкені Тұрсымат атамыз өз батасын берді. Бақтарың баянды болсын. Қосағарыңдар. Елдің халықтың ауылын сүргеніңдар. Бізді ағзал тілейміз. Мақұл ма? Мақұл. Жашылығыңыз мыңжылдық, ел жүзжылдық болсын. Дендерің сау, өмірлерің ұзақ, баянды бақыттар насip етсін. Жастардың барлығы гулянкаға қыдырып кетсе, қалғандары құдалыққа келді. Маған да гулянкаға жүр деп еді, оған бойдақтар барсын деп мен қалмай, ойда жоқта өзім құдалыққа кіріп кеткенім қалай кетті? Шынымды айтсам, ұялып кеттім, жасым жетпей құдалықта жүрмін. Бұл жердің құдалығы да бір шығынсыз ерекше екен. Bir жағынан маған ұнады. Қазақстанда болатын құдалықтардың өзі бір той ғой. Кем дегенде 3-4 сағат болады. Үлкен апа-аталарым соңында шаршап та кетеді. Бұл жерде құдалыққа бөлек кафеде сөйлеспейді екен. Сол той болатын жердің төрінде құдалар отырып 1 сағат қана болады екен. Бір ыстық тамақты алып кеп, құда-құдағилар бір-бірімен жөн сұрасып, танысып 1 сағатыңызды да өткізіп алдық. Той тұрмақ құдалықтың өзінде әйел адамдар бір бөлек, ер адамдар бір бөлек отырады. Мұнауда бір зар қақсап қоймады ғой, сөйлеп бір музыка қоймады деп мен айтып отырған шығарсыздар. Алдын ала тағы бір рет айтып ескере кетейін. Мен музыканы YouTube каналымда қолдана алмаймын. Өйткені маған YouTube нарушение жіберіп, каналым банға кетіп қалуы мүмкін. Ең жақсысы, ең ыңғайлысы мен сіздерге осылай озвучка жасап, барлығын түсіндіріп айтып берейін. Бұл жердің бір қызығы, құдалық жасап жатқан адамдар өздері жаңа құдалардың алдына келіп, не кемшілік, не зат керек, жақсы отырсыздар ма деп қал жағдайларын сұрап, осылардың қасынан айналып шықпайды. Ал Қазақстандашы шақырсаң да отырған орнынан әрең қозғалып, әрең тұрып келеді ғой. Негізі маған осындай той құдалықтар ұнады. Шығыны да аз болады, төгіліп жатқан тамақ та жоқ. Осылай бір тамағын жеп, билерін билеп, айтатын әндерін айтып, құдалығымызды бітіріп, тойымызды бастап алдық. Бұл жақта Қазақстандағы тойлар сияқты домбырамен ақындар келіп,
келіннің бетін ашпайды екен. Әнші, биші, тамада жігіттер өздері әндетіп, билетіп, күйлетіп қызымыздың бетін өздері ашып алды. Соңында енесі келіп, келіннің бетін домбырамен ашып алды. Бұл тойда да дәл солай. Сол қанатта әйел адамдар отырса, оң қанатта ер адамдар, яғни бөлек-бөлек отырады. Жар-жар әнін айтып, 2 жасымызды подиумға шығарып алдық. Ең бір қызығы, подиумда қыз жолдаста, ұл жолдаста отырмайды екен. Маған бір сол жері ұнап қалды. Той өте күшті дәрежеде өтті. Маған ұнады, басқаларға да ұнады деген ойдамын. Осы жерде бір айта кететін жайт, мына жігіттерге үлкен рахмет айтқым келеді. Самға тобы. Жігіттер, өнерлерің өрге жүзіп, биіктен көріне беріңдер. Мына жігіт менің сыныптасым болады, сол үшін айтып кеткен жайым бар еді. Той деген жақсы ғой, бүкіл туған, туысқан бауырларыңды көріп, бір марқайып жайнап қаласың. Мына биші жігіттердің өнерін, билерін, айтқан әндерін естіген кезде өзің ортаға түсіп билегің келіп кетеді. Нағыз биші қыздарда келіп тойымыздың сәнін келтірді. 2 тамақ беріліп, мына жерде мен пловты түсіріп алдым. Енді пловтың дәмін айта алмайым, таңдайыңды дәмі қалып кетеді екен. Өзбекстан, Ташкент дейтін болсаң, нағыз өзбекский плов есіңе түсіп, дәмі аузыңа келіп тұрады ғой. Бірақтан бір жаман жері, енді тамағымызды жейін деп отырсақ, жаңа құдалар сөзге дегені бар емес пе? Сол кезде тамада жігітке барып, бізге тамақты да жегізбедіңдер-ау деп айтқым келіп кетті, шыны керек. Мына жерде бұл кісілердің барлығы жаңа құдалар екен, бұлар сонша көп деп ойлап қалмаңдар. Ескі құдалар барлық құдаларды бірге шақыра салды, тойда тос азайсын деп. Өзім видеоға түспей қалғаныма қатты өкініп тұрғанымдай. Қызымыздың мойнына алқасын, қолына браслетін, сақиналарын сіңіл әпкелері тағып, қызымызды құттықтап, барлығымыз бір биімізді билеп алдық. Өзбекстанда болатын тойдың бір жаман жері деп айтайын ба, әлде маған ұнамаған жері деп айтайын ба, кез келген тойда құдалар соңына дейін отырмайды екен. Екінші тамақтан кейін тос сөйлеп, сөздерін айтып, сыйлықтарын бергеннен кейін бір биін билеп, жаймен тұрып құдалар жөндеріне кете береді екен. Біз өзіміз 3 сағаттан кейін дәл сондай жағдайға түстік. 3 сағаттан кейін біз ұят болады деп тойдан тұрдық та кетіп қалдық. Неге олай екен? Тойдың соңына дейін отыра тұрайықшы десек, жоқ, тойдың соңына дейін отыруға болмайды, ұят болады деген әңгіме екен. Сіздерге бір жағдайда айтып кетейін. 2 құда, 2 құдағида мұғалім. Сонда коллектив мектептегі ұстаздар деген сөз ғой, бүкіл мектеп келген. Мынау біздің мұғалімдеріміз. Бәріміз қой құрсын, не болса да бір билеп алайық деп биімізді билеп болып едік. Жастарымыз ортаға шығып вальс билесін деді. Бұл жерде бір жаманы, жастар енді би билейін деп жатса, адамдар шығып ақша қыстырып ортаны босатпай толтырып алады екен. Бірақ бір жақсысы ақша жинап алады. Сонымен не керек, адамдардың барлығын орындарына отырғызып 2 жасымызды биге шақырды. Осы 2 жасымыздың биін көріп болғаннан кейін құда жақ біз жаймен орнымыздан тұрып үйге жинала бастадық. Яғни тойды соңына дейін көрмедік. Көруге болмайды екен, ұят болады екен. Енді қайтеміз, келесі тойларды соңына дейін түсіруге әрекет жасаймыз. Өзбекстанда тұратын қазақтардың үлкен тойы дәл осылай болады екен. Сіздерге кішкене түсінікті болсын деп, қызық болсын деп, мен сіздерге кішкене видео ролик жасаған болатын едім. Видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп кетіңіздерші, қиын емес қой. Керек болса, осы видеоны чаттарыңызға жіберіңіздер, немесе осы видеода таныстарыңызды көрген болсаңыз, сол кісілерге жіберіңіздер.